Қыздар, барлықтарыңызға сәлем. Менің кезекті тоқыма блогыма қош келдіңіз. Менің аты жөнім Гүлім Әшім. Осы арнаның авторымын. Тоқыма тоқығанды жақсы көремін, хоббиім ретінде. Және де сіздерге түрлі өзім тоқыған киімдер, бұйымдардың шеберлік сабағын түсіріп, бөлісіп тұрғанды да ұнатамын. Бүгін сіздермен осы жаз айында тоқылып болған шұлықтардың түрін көрсеткім келіп отыр. Дайын жұмыстар. Осы арнада шұлықтардың көптеген шеберлік сабақтары бар. Мына жерде шұлықты тоқып бастаған кезде қалай тоқылады, өкшесі қалай шығарылады, және де ортаңғы бөлігі өкшеден кейін қалай қысқарту жасалады, және шұлықтың тұмсық бөлігі қалай бекітіледі, қалай қысқартылады, оның барлығы түрлі шеберлік сабақтар түсірілген. Соларды сіздер қарап, бір-біріне құрастырып тоқысаңыздар болады. Менің алдымда кезекті менің жұмысым осындай хеликс әдісімен тоқылды. Бұл жерде екі түсті жіп, көріп тұрғандарыңыздай міне жолақ-жолақ болып тоқылған. Бірі әртүрлі түсті болып боялған жіп болса, бір түсті болып боялған, мына жерде ашық сұр түс міне қатар-қатарымен тоқылған. Осылай екі жіппен араластырып тоқығанмын. Бұл 35-34 аяқ өлшеміне арналған. Әрбір мына жердегі боялған жіптердің қатарын сәйкестендіріп тоқуға реттеп отырып тырысқанмын. Негізі мен осындай түрлі түсті болып боялған жіптермен тоқығанды, шұлық тоқығанды өте қатты жақсы көремін. Демалып отырып тоқыған қатты ұнайды. Мінекей осындай дайын жұмыс. Енді бұл уақытында сатылатын болады. Мезгілінде күн суыта бастаған кезде өзі жылда алып жүрген тұрақты тұтынушылар жазады, аяқ өлшемдерін айтып сұрайды. Сол кезде менде дайын тоқылып тұрған шұлықтарды суретін жіберемін. Одан кейін сатылып жан-жаққа почта арқылы жіберіледі. Бұл дайын шұлықтардың барлығы жаз бойы тоқылған. Одан кейін қыздар, менде мына жерде келесі шұлық. Қараңыздар, қандай әдемі, деген күз кезінде киюге арналған шұлық деп айтуға болады. Меніңше бұны қызға да, ер адамға да кие беруге болады. Мінекей әдемі түстермен үйлестіріп бояған тоқыма жіп. Жасыл, сары, сарғыш, ашық жасыл, жасыл, қоңыр, әдемі түстермен мінекей боялған. Бұл 38-39 аяқ өлшеміне арналып тоқылған. Мына жердегі мен көбінесе осы өкшені тоқиды екем. Мына жерде қарапайым бір тегіс оң ілмектермен тоқылыпты. Ал мына жерде бұл өкшенің тоқылуы шеберлік сабағы осы YouTube арнада бар. Ол жерде көк сары жіптен тоқылған. Шұлықтың шеберлік сабағында екінші бөлімінде осындай өкшені шығарудың шеберлік сабағы бар. Сол жерге қарап тоқсаңыздар, үйреніп алсаңыздар, әдемі өкшенің бір түрі. Мінекей бұл жерде де мінекей боялған бояуларын сәйкестендіріп біркелкі қылып тоқыған екенмін. Бұны енді алдыңғы блогтарымда көрсетпеген болуым керек, өйткені есімде болмай тұр. Дайын жұмыс ретінде сіздерге бір қабат көрсетіп өтейін деп отырмын. Мінекей, мүмкін кейбіреуіңізге ұнап, шұлық тоқуға шабыттарыңыз ашылып, осылай жаз айларында салқын күндері таңғы салқынмен осылай тоқып қойсаңыздар, өзі ретімен жинақтала береді. Әртүрлі болып боялған жіптермен тоққан кезде мен кейбір жағдайлар болады. Екеуін бірдей қылмай, ретін сақтамай тоқитын кездерде болады. Ал мына жерде біркелкі қылып
әрбір боялған бөлігін бірдей қылып сақтап тоқыған екенмін. Кейбір кезде қандай шұлық тоқылғанын өзім ұмытып та қаламын. Осылай дайын жұмыстарды алып влогқа түсірген де өзім үшін пайдалы бір жағынан. Кейін қараған кезде менің қаншалықты көптеген жұмыстарды тоқығаным осы өзімнің влогтарымды қараған кезде есіме түсіп жатады. Сондықтан осындай влогты бір жағынан өзім үшін де жүргіземін. Бұл жіпте, мына жердегі жіпте барлығы бірдей. 3-ші нөмірлі 5 бізбен тоқығанмын. Мен көбінесе 5 бізбен тоқыған ыңғайлы маған. Өйткені бала кезімде әжем сол 5 бізбен үйреткен ғой. Одан кейін сол қалыптасып қалғам. Негізі ине біздермен де тоқи беремін. Ал көбінесе өзіме ыңғайлы сол 5 біз болып тұрады. Кейбір қыздар айтып жатады ғой, 5 бізбен тоқыған тиімсіз, 5-еуі 5 жаққа түсіп, қайсысын ұстарымды білмей қалам деп айтып жатады. Енді тоқып үйреніп жатқан қыздар. Кімге қалай ыңғайлы өздеріңіз қарастырып тоқып үйрене берсеңіздер болады. Қазір түрлі тоқитын біздердің түрлері өте көп. Өзіңізге ыңғайлысын таңдап алып тоқи берсеңіз болады. Өте әдемі, маған осы шұлық қатты ұнап тұр. Бұның фотосын да жасамадым ғой деймін. Фотосын әдемілеп жасап сұраған тұтынушыларға жіберу үшін әдемі фотосында жасап дайындап қоюым керекпін. Бұл 38-39 аяқ өлшеміне. Өте әдемі, қыздар. Ер адамдарға да, қыз-келіншектерге де кие берсе болады. Қыздар, мінекей менің кезекті жұмысым енді. Мінекей менің Instagram парақшам гүлім тоқиды. Мына жерде шахмат өрнекпен тоқылған өте әдемі түс, қою, қанық, қызыл түс, көріп тұрғандарыңыздай. Бұл жуылған жоқ, буланған жоқ. Содан кейін осылай өрнектері мыжық-мыжық болып, бір түрлі болып тұр, біркелкі емес болып. Мына жерде де өкшемен көп тоқитын өкше, осы алдыңғы шұлықта тоқылған осы өкше мінекей. Кешіріңіздер, бізде тағы да пойыз өтіп жатыр үйдің қасынан. Артық дыбыстар шығып жатса. Мінекей осындай әдемі. Бұл жерде қыздар шахмат өрнегімен тоқылған осындай шұлыққа шеберлік сабақ осы YouTube арнамда бар. Ол жерде егжей-тегжейлі толық түсіндірілген, ер адамға деп көрсеткенмін ол жерде. Және ол жерде өкшесі бөлек қыздар, мен сіздерге айттым ғой, шеберлік сабақта өкшелерін ауыстырып тоқи берулеріңізге болады. Ол жерде басқандай өкше көрсетілген, өкшенің шығарылуы. Ал мен ол өрнекті алдым. Мына жерде келесі шұлықта көрсеткен өкшені тоқыдым. Сол сияқты өздеріңізге ұнаған үлгісін құрастырып тоқи берсеңіздер болады. Қараңыздар, бұл түсті де енді меніңше ер адамдарға да, қыздарға да кие беруге болады. Өте әдемі. Қою түсті болғандықтан кейбір ер азаматтарға бұл түсте ұнайды. Талғамға талас жоқ, сондықтан әркім өзі біледі, қалай киінгісі келеді. Мен енді шұлық тоқитын болғандықтан аяққа киетін шұлықтың әдемі, ерекше түстерде болғандығы маған сөзсіз ұнайды. Жіптің түрі мінекей экранда өздеріңіз көріп тұрсыздар. Мына жерде алдыңғы тоқыған шұлықтарда тура осы жіптен тоқылды. Мінекей тек мына жерде әртүрлі түсті болып боялған жіптер, ал мына жерде тек қана бір түсті боялған жіп. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл менде 39-40 аяқ өлшеміне тоқылды. Енді бұны екінші жақ сыңары әлі тоқылу барысында, аяқталған жоқ әлі. Көріп тұрғандарыңыздай, бір жақ сыңары осылай болды. Мына жерде шұлық қапқа кигізіп, сіздерге нақтылап көрсетейін дедім, өйткені бұл әлі жуылып буланбаған. Содан кейін осылай шұлық қапқа кигізбесе, түрі мыжылып, әдемі көрінбейді. Мына жерде міне әдемі жуылған, буланған шұлықтардың
түрлері өте әдемі, иә. Сатуға да, сыйлауға да өте жағымды, түрі әдемі. Мінекей, сол сияқты екінші сыңарын тоқып болғаннан кейін бұл шұлықты да жуып булауға жіберетін боламын. Жіп жайында айтып өтетін болсам, маған қатты ұнайды. 3 нөмірлі 5 бізбен тоқимын. Мен бұл жіппен тоқыған кезде көбінесе тартып отырып тығыз тоқуға тырысамын. Әдемі аяққа киіс береді, тез тозып кетпейді, және тоқылған кезде де әдемі тыртысып, бір жұмысты жүргізбей кейін тартып тұратын бір жіптер болады ғой, қатты болып. Бұл ондай емес, сырғанап отырып жылдам тоқу барысы да жылдам өтеді. Тоқуларыңызға болады, кеңес беремін. Бір орамның бағасы 1000 теңге. Ал менде мына жерде 39-40 аяқ өлшеміне бұл жіптің біреуі жетпейді. Бір орам жіп жетпейді, сондықтан мен 2 орам жіп бұған жіберемін. 2 орам толық кетпейді, 1,5 орам жіп кетеді анық, өйткені бұл жіптен тоқсаңыздар 35-34-ге ғана толықтай 1 орам жіп кетеді. Ал одан ары қарай 38-39-40-қа 1 орам жібі жетпей қалады. Егер де соны ескеріңіздер, тоқитын болсаңыздар, үлкен өлшемдегі аяққа тоқитын болсаңыздар, 2 орам жіп алыңыздар, өйткені жетпей қалады. Осындай сіздерге кішігірім ақпарат және шұлық тоқуға деген шабыт сыйлайын деген оймен көрсетіп отырмын, қыздар.